Қаршада егіз қызға жыныстық сипаттағы зорлық көрсетті деп қамауға алынған еркек оларға әке емес 43 жастағы әжесінің көңілдесі екен. Ал қыздардың туған анасы небәрі 20-лар шамасындағы келіншек, өзі есірткіге тәуелді. Туған туыстары түгел ішкілік пен нашақорлыққа салынып кеткен соң бүлдіршіндердің тәрбиесі тұрмақ, қауіпсіздігіне ешкім бас қатырып жатпаған сыңайлы. Қамаудағы күдіктінің анасы біресе ұлым істегенін мойнымен көтерсін десе, біресе кінәлі емес деп шырпыр болып отыр. Өйткені Арслан Қыдырбаев полицейлерге ұсталар күні шешесін шақырып, оқиғаның қалай болғанын айтып үлгерген екен. Не деп айтты апа, қайтып айтты? Зорладым дейді. Самсағын табалдым десе. Қатын өзі әкеп берді деді жаныма. Мәсте деп айтты дейді, мас болып жатайын деп тұрғам дейді. Жанында отырды, көз көріп отырды деді. Табал деген істей алмаймын ғой деген ғой. İsteyemeyim dese, savsağını tıkmadım.